Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін мен сіздерге 10-шы сыныптағы 19-ды 9-шы есепті түсіндіретін боламын. Бізде берілгені синус 3х көбейту косинус 4х қосу косинус 3х көбейту синус 4х тең 2-ден түбір асты 3 деп берілген. Яғни біз мына жерде синус 3х және косинус 4х деген жерді былай жіктейміз. Синустың 3х қосу 4х, яғни синус альфа қосу бета деген формуланы пайдаланамыз. Сонда біз жазамыз синус 3х қосу 4х деп тең 2-ден түбір асты 3 деп аламыз. Содан соң 3х пен 4х-тің қосындысы 7х-ті береді бізде. Синус 7х-ға айналады. Тең 2-ден түбір асты 3. 7х-ті қоямыз. На синустың кітаптағы берілген дербес жағдайын пайдаланамыз. Минус 1-ден n, арк синус 2-ден түбір асты 3 қосу пен n тиісті z-ке деп аламыз. Сонда бізде арк синус кестеден қараған кезде 2 түбір асты 3-те мәні пи бөлу 3-ке тең екен. Қосу пен n тиісті z. Мына жерде біз 7х дегендегі x-тің алдағы 7-ден құтылуымыз үшін осы берілген заттың бәрін 7-ге бөліп тастаймыз. Сонда 7х-ті 7-ге бөлсек 7 қалады. Минус 1-дің n-і пи бөлу 3, яғни 7-ге бөлсек 3 көбейту 7 тең 21 қосу пен бөлінген 7 n тиісті z деген осындай жауап шығады екен. Осы есептің 19-да екінші есептің екіншісін түсіндіретін болсам, синус 5х көбейту косинус 3х минус косинус 5х көбейту синус 3х тең минус 2-ден 1 деген есеп берілген. Бұл жерде біз синус альфа азайту синус бета деген формуланы пайдаланамыз. Сонда біз мына жерді жинақтаған кезде синустың жақшаның ішінде 5х азайту 3х тең минус 2-ден 1 деп аламыз. Яғни 5х-тан 3х-ті азайтқан кезде синус 2х аламыз, минус 2-ден 1. 2х тең синустың кітаптағы дербес жағдайын жазамыз. Минус 1-ден n, арк синус минус 2-ден 1 қосу пен n тиісті z-ке. 2х минус 1n қосу 1 деп не себептен алдым? Минус, яғни мына жерде бізде минус 2-ден 1 болғандықтан, мына жеріміз n-іміз n қосу 1-ге айналады екен. Арк синус ары қарай біз 2-ден 1-ді минуспен емес, 2-ден 1 деп оң мәнмен аламыз. Себебі минус мына жерге n қосу 1-ге айналып кетті. Қосу пен n тиісті z-ке дейміз. Теңдіктің екі жағында біз не істейміз? 2-ге бөліп тастайды екенбіз. Сонда бізде қалады жауабы x минус n қосу 1, пи 6-ны 2-ге көбейтіп жібереміз. Сонда пи бөлу 12 қосу пен бөлу 2 n тиісті z деген мәнді алады екенбіз. Осы берілген есептің біріншісі мен екіншісін шығарып көрсеттім, құрметті оқушылар. Видеоға қарап отырып, үшіншісі мен төртіншісін өздеріңіз шығарып көрсеңіздер болады.